Әдебиеттік оқу сабағы, тақырып табиғатым құстар менен көрікті. Бүгінгі мақсатым бірге қайталаймыз. Құстар туралы берілген мысалды әңгімені түсіну, табиғат пен құстың байланысына өз ойымды білдіру. Ендеше өз ойларыңызды күтемін. Ескен Елеубай шығармаларын тыңдаңыздар. Алғашқы түбір сөз аспаннан тұрған сорғалап, екінші түбір сөз сүт тағамы домалақ. Екеуін қосып оқысаң, жәндік жүрер жорғалап. Сүт тағамы домалақ ол құрт. Ал алғашқы түбір сөзді сіздер ойланып көріңіздер. Орманда жоғары, ағашқа қонады, тұмсығын балға етіп, тоқ-тоқ соғады. Мен білемін, сіздер бұның жауабын білетіндеріңізді. Әрине, бұның жауабы тоқылдақ. Келесі, орманда сайрайды, сайраудан талмайды. Ол әрине бұлбұл. Бүгінгі сабақта Шона Смаханұлының бұлбұл мен тоқылдақ атты мысалымен танысатын боламыз. Мысалды еске түсіріп алыңыздар. Және дәптерлеріңізге күн шұғыласын салып, бұлбұл мен тоқылдақ жайлы білетіндеріңізді жазып кетіңіздер. Мұқият тыңдаңыздар. Бұлбұл мен тоқылдақ мысал. Бұлбұл келіп болқынды, тоқылдақты жұлқыды. Күндізде тоқ-тоқ, ойпырмай өзің бір жан екенсің жағы жоқ. Сенің тоқылыңнан орман жаңғырығып, таңертең тұрамыз, басымыз мәңгіріп. Сонда тоқылдақ күлді де сақылдап, көрсетті оған бір құртты тұмсығымен шоқып ап. Бұлбұлмын дейсің, дымды білмейсің, кезің келді сыналар. Мен болмасам, мыналар жоқ қылмай ма орманыңды? Көререм сонда әнге салғаныңды. Құрт жеген соң гүліңді, жұрт не қылсын үніңді. Жалпы алғанда әр құстың өзінің бір ерекшелігі бар. Бұлбұл да, тоқылдақ та ол табиғатқа пайдалы құстар, табиғаттың сәні. Енді сіздер ненің пікірімен келісесіздер? Тоқылдақтың ба, әлде бұлбұлдың ба? Жалпы осы мысал арқылы ақын не айтқысы келді бізге? Сол жайлы ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Енді біздің қарлығаш мәтінін оқып, мәтін бойынша маған сұрақтар ойластырып, видео арқылы жолдайсыздар. Видео сұрақтарыңызға жауап бере отырып, сіздердің мәтінді қалай өз беттеріңізбен түсінгендеріңізді білетін боламын. Нақты сұрақтарды күтемін. Сабағымыз аяқталды.